Достар, барлықтарыңызға сәлем. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Және де бұл жаттығуларды күніне таңертең және кешке жасаған абзал. Таңертең және кешке уақытым жоқ десеңіздер, күніне бір рет жасасаңыздар болады. Бірақ ұмытпай жасасаңыздар, результаты, нәтижесі көп күттірмейді сіздерді. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ал енді бүгін 6-шы жаттығуымызды бастайық. Әр күні алдыңғы жаттығуларды алдына барып қарап, күнде бәр жаттығуды қайталап шығу керек. Сонда бәрін қосқанда күніне 10-15 минут қана кетеді жаттығуға. Бірақ сонда да сіздердің беттеріңіз тартылып, әдемі болып, сияз етіп жүреді. Косметологтың көмегіне жүгінбейсіздер. Ал бастайық. Кешегі жаттығудай аузымызды созамыз. Бірінші У және О әрпін айтамыз. У, О. Кішкене ғана. Сол кезде мынау бұлшықеттер тартылып, орнына келеді. Және де мұрнымызды тыржайтамыз. Солай 20-ға дейін санаймыз. Ал кеттік, жаттығуымызды бастайық. Барлықтарыңызға сәттілік. Жаттығу қызық көрінеді. Бірақ жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Бұл жаттығу бетімізді уақыт өте келе тартылыстарына байланысты бетіміз асыға түседі. Сол бетті үстіге көтеріп, осындай Анджелина Джолидің щечка беті құсап көтеріп қояды. Көрдіңіздер ме? Осылай. Сол, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер және үлпілдеріңізді аямаңыздар. Беттеріңіз тегіс, әрі де жас көрінесіздер. Бұл жаттығуды жасағанда қан бетке барады, және де уақыт өте келе бетіңізде бір проблемалар болса, соны емдей бастайды. Айтқым келгені бүгінге осы. Сау саламат болыңыздар, сау болыңыздар.